Құрметті біздің Қыздарша подкастын оқырмандары, біздің қызылордалықтар, бізде бүгін қонақта кезекті қонағымыз Гүлбаршын ханым. Гүлбаршын ханым менімен сөйле орталығының негізін қалаушы. Гүлбаршын ханым, өзіңіз туралы қысқаша айтып кетсеңіз, біздің оқырмандарға таныстырып. Саламатсыздар ма? Ең біріншіден Қыздарша подкастқа шақырғаныңызға біріншіден көп рахмет. Менің есімім Сейтбатырова Гүлбаршын Ахметжанқызы. Менімен сөйле түзету дамыту орталығының негізін қалаушысы. Гүлбаршын ханым, жалпы осы менімен сөйле орталығы немен айналысып? Менімен сөйле түзету дамыту орталығы негізі 2022 жылдан бастап жұмыс жасайды. Жалпы дамуында тежелісі бар балалармен жұмыс жасайды. Яғни қазіргі таңда аутизм, ЗПР, РАС, осы сынды диагнозы бар балалармен жұмыс жасаймыз. Жалпы бұл сала енді өте сауапты сала деп ойлаймын. Бастап жатқан жұмыстарыңыз 4 жылдан бері жұмыс жасап жатыр екенсіздер, үлкен нәтижелер бар шығар. Жалпы бұл бағытқа қалай келдіңіз? Негіз мамандығыңыз осындай ма? Логопед, дефектолог немесе жалпы педагогикаға жақындығыңыз бар ма деген? Әрине. 2013 жылдан бастап 2017 жыл аралығында 4 жыл жоғарғы оқу орнында дефектолог, логопед мамандығы бойынша білім алып, 2017 жылы республикалық балаларды оңалту орталығында диплом алысымен Талсуат ауылдық округіндегі республикалық балаларды оңалту орталығында алғашқы жұмыс өтілімді сол жақта бастадым. Ол жақта 2017-2021 жылдар аралығында нағыз мені пісіріп, менің мамандығыма деген махаббатымды ашқан жылдар сол орталықта болды негізі. Ал одан кейін 2021 жылы біздің үйіміздің жанымыздағы мектеп мені дефектолог, логопед маман ретінде жұмысқа шақырып, кейіннен сол жаққа жұмыс орнымды ауыстырған болатынмын. Солай? Ал менімен сөйлені қалай аштыңыздар? Менімен сөйле орталығы негізі сол 2021 жылы мектепке жұмысқа тұрғаннан кейін мен енді Талсуат ауылдық округіндегі республикалық балаларды оңалту орталығында жұмыс жасап жүрген кезде бізде жұмыс уақыты азаннан кешке дейін тұғын. Ол жақта біз үнемі практикалық тұрғыда көп жұмыс жасайтын тұғымыз. Әрбір 25 күн сайын балалар ауысып отыратын тұғын. Сол кезде әртүрлі балаларды, әртүрлі диагноздағы балаларды көріп үйреніп қалған, маған мектептегі бір сарынды жыл бойы сол балаларды қабылдау кішкене маған аса қатты қиындыққа соққан жоқ. Сол үшін мен қанағаттанбай әлі де жұмыс жасауым керекпін деп мектеппен қоса садикте жұмыс жасадым. Одан кешкі уақытта, кешкі 6-дан 9-ға дейін немесе 8-ге дейін осы уақыттар аралығында 2-3 сағат частный клиникаларда логопед, дефектолог мамандығы бойынша жұмыс жасадым. Ол жақта инсульт алған кісілер болды. Сол инсульт алған кісілерге арнайы логомассаж жасауым керек болды. Сөйтіп мен 3 жұмысты қатар алып жүрем 2021 жылы. Өзім аяғым ауыр, көтеріп аяғым ауыр болады. Мектепте, садикте, клиникада 3 жерде бірге қатар алып жұмыс жасаймын. Сол уақыттарда декретке шыққаннан кейін, декретте мен босанып, декретте отқан кезде садикте жұмыс жасағандағы ата-аналарым, мектепте жұмыс жасаған ата-аналарым, және де жаңағы оңалту орталығында жұмыс жасаған үлкен кісілер анама, әкеме массаж жасап беріңізші, болмаса сіздің үйіңізге барайық, адресіңізді айтыңызшы, бір бөлмеңізде бізді қабылдап беріңізші деп өтініш айтып қоймады. Содан мен көп ойлана керек, кейде ата-аналар үйге келіп қалар, адресімді біліп қалар деген бір жағынан бір қорқыныш болды. Бұл үйде қалай сабақ өтесің? Ол жерде кішкене бала да, маман да сезіну керек. Ол баланы тәрбиелеу жолында арнайы бір жабдықталған кабинет болу керек. Үйде ол қабылдау мүмкін емес. Үй жағдайында? Үй жағдайында қабылдау мүмкін емес. Сол себепті мен кішігірім негізі 30 квадрат кішкене ғана кабинет алып, арендаға алып, бөпем 40-нан шықты. 40-нан шыққаннан кейін бірден кабинет іздеп, солай 30 квадрат кабинетті жалға алып, сол жерде бастапқыда әжеме, ол бөпемді әжем қарайтын болды. Әжеме 2-3 сағатқа барып қабылдап келейін. Менде осындай қоймай жатыр. Ата-аналарым жұмысқа шығып бала қабылдауыңызды сұрап қоймай жатқан соң, мен солай балаларымды әжеме тастап, сөйтіп 2-3 баладан бастап қабылдаған болатынмын.
Ол 2-3 баланың аяғы 3-4 бала болды, 3-4 баланың аяғы күніге 10 бала болды. Азанғы сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс жасаған уақыттар болды. 2022 жылы солай 1 жыл үздіксіз жұмыс жасадым десем болады. Тоқтамастан бір өзім жаңа кабинетте күніге бала қабылдаймын. Балаларда әртүрлі балаларда результат болу барысында ата-аналар помещениемізді, отырған отырысымды шамалы, отырған жерімді үлкейтіп, мамандар қасымызға тәрбиелеп, солай ұсыныс айтты. Қасымызға мамандар шақыртып, осы балаларды жаңағыдай әлі де мен ағамның балалары келе алмай жатыр, жеңгемнің балалары келе алмай жатыр, сізде орын жоқ екен, үлкейтсеңізші, кеңейтсеңізші деген ұсыныстар болды. Солай үлкен қазір орталыққа айналдық. Негізі бұл ата-аналардың өтінішімен 30 квадраттық помещениеден, кабинеттен басталып, қазір үлкен 500 квадраттық үлкен орталыққа айналдық. Қазіргі таңда орталығымызда 35-тен астам маман жұмыс жасайды. Солай балаларды сұранысқа байланысты туындап, осындай өсуге алып келді. Әрине, жыл сайынғы ковидтан кейінгі балаларда жалпы сөйлеу тілінің, жалпы бұзылыстарының көбеюіне байланысты, сұраныстың жиі болуына байланысты біз үнемі аудиториямызды үлкейтіп отырамыз. Помещениемізді үлкейтіп, мамандарымызды білімін жаңартып, осылай жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар балаларға. Дегенмен енді сұраныс көбейгенде былайынша нәтижеге де байланысты шығар, иә, ол сұраныстың көбеюі. Әйтпесе қазір орталықтар көп, иә, дамыту орталығы болсын, кабинеті болсын. Жалпы бұл мамандыққа махаббатыңыз қалай оянды? Мысалға, сіз студент мектеп бітіргеннен логопед дефектологты оқыдым деп жатсыз ғой. Ол кезде ондай мамандық таңдау енді сирек шығар, иә, мысалға енді. Біреу жаңағы қазақ тілі апай болам дейді, біреу математика апай болам дейді, ол мұғалім болған күнде де. Қалай таңдадыңыз вообще осы мамандықты? Негізі бұл салаға негізі Алла тағала өзімнің жүрегіме баста бала күнімде салып қойған екен. Мен 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін негізі болашақ медициналық колледжіне түсем деген жоспармен келген болатынмын. Бірақ біздің документімізді қабылдап отқан менің қазіргі қайнағам екен. Қайнағам қазіргі документ қабылдау барысында бізге осылай ұсыныс айтады. Бізде болашақ университетінде дефектолог логопед мамандығы бойынша былтырдан бастап кафедра ашылып, осылай жұмыс жасалынып, факультет ашылып, жұмыс жасалынып жатыр. Алғашқы 2 жаңағыдай курс студенттерін қабылдадық. Мен негізі медициналық колледжге түсуге барып тұрам. Медициналық колледждің бағасы мен университеттің бағасы бірдей, но бірақ университетте кішкене 1 жыл 4 жыл оқу керек, ал колледжде 11-ші сыныптан кейін барғаннан кейін ол 3 жыл оқу керек. Соның разницасын айтады. Мен негізі Қызылорда қаласында болашақ университетінде және де Қорқыт Ата университетінде дефектолог логопед мамандығы бар екенін білген жоқпын. Бірақ негізі баста бала күнімде аялы алақан, жан жылуы дейтін передачалар болатын. Сенбі жексенбі күндері сағат 10 мен 11-дің арасында сол передачалар болады. Сол передачаларды көру барысында мен бүкіл тіршілігімнің барлығын ысырып қойып, сол передачаны тапжылмай көретіндігімін. Сосын көремді кішкене балаларға деген махаббатым ба, мүмкін осы кездегі жұмысыма деген махаббатым ба, сол нені көріп отырып, жылап алам, еще мамама, анам айтып қоям. Мама, Құдай қаласа, ертең мен өскенде осы балаларға сабақ беремін, осы балаларды оқытамын деп, осы балаларға көмектесемін деп ол кезде сөйтіп айтатындығымын. Бірақ уақыт өте келе 10-ші, 11-ші сыныпта оқып бастаған кезде барлық туысқандарымыз сұрап бастайды. Қандай мамандық таңдап жатсың, не оқиын деп жатсың, мамандығың қандай, қай бағытта жаңағыдай білім алайын деп жатсың деген сияқты көп сұрақ, дайындалып жатсың деп көп сұрақ қоя бастады. Сол кезде менің көрші Айдана деген тәтем болатын. Айдана деген тәтем Алматыдағы Абай атындағы университетте осы дефектолог логопед мамандығы бойынша білім алатын. Бірақ мен осы дефектолог логопед мамандығының атауын дұрыс түсінбеймін, бірақ жүрегімнің түбінде ол нәрсе бар. Атауын айта алмайтындығымын. Сол кезде жұрттың барлығын айтатынмын. Айдананыкінде мамандық оқиын деп жатырмын деп. Дефектолог логопед деп айта алмаймын, но бірақ осындай дамуында тежелісі бар, осындай ерекше балаларға сабақ беремін деп айтам.
түсіндіре алмай жатқан жағдайда Айдананыкіндей мамандық оқиын деп жатырмын деп айтатын тұғымын. Менің алғашқы мотиваторым, алғашқы менің жаңағы наставнигім, я ұстазым десем де, ол менің көрші Айдана деген тәтем болатын. Сосын ол кісі келген кезде, демалысқа келген кезде, Алматыда қалай оқитындығын, сабақ барысында қандай практикаларға өтетіндігін, мындай дәптерлерін, портфолиоларын алып келген кезде соларды қарайтынмын, қызығатынмын. Сол менің алғашқы еліктеу, бұл саладағы еліктеу жаңағы ұстазым, сол Айдана десем болады. Ол кісі білмейтін шығар, менің жүрегімдегі ең бірінші жаңағы күмерім, еліктеу жаңағы ұстазым, сол Айдана. Айдана тәтем қазір білде бір логопед дефектолог. Сізге көп рахметімді айтамын. Қай қалада жұмыс істейді? Қазір осы Қызылорда қаласында жұмыс жасайды. Ол кісі де орталық емес, мемлекеттік қызметкер ол кісі. Демек, сол Аялы Алақан болсын, Айдана тәтеңіз болсын, миссияңызды табуға көмектескен себепші болған деп ойлаймын. Әрине. Сол кісілердің маған негізі Алла тағала сол кезде менің бала күнімде осы балаларға көмектесемін, осы балаларға сабақ беремін. Ол кезде мен осындай балаларға деп айтатынмын. Қазіргі біздің университет қабырғасында оқу барысында мүмкіндігі шектеулі балалар деп оқытты. Қазіргі таңда ерекше балалар деп, атауын өзгертіп жатырмын жыл сайын. Но бірақ менің осы салаға деген махаббатым бала күнімде басталыпты. Сол 6-7 сыныптарда басталған екен. Өзіме кейіннен осы салаға қалай келдім, қалай маған жол көрсетті деп. Негізі мен осы университетке барып тұрғанның өзінде де Алла тағала маған жолымды көрсетіп, себепкер қылып, сөйтіп қазіргі қайнағамды жіберді, айналып келіп осы салаға төтесінен жолға түстім десем де болады. Ол кісі қайнағаңыз болғанын қай кезде білдіңіз? Ол кезде менің қайнағам болған жоқ. Ол кезде ұстаздар. Жоқ, біздің ауылдасымыз болды. Біздің ауылдан келіп отыр екенсіздер. Мен сіздерге бір өзімнің ұсынысымды, советімді берсем қалай қарайсыздар деп, бүкіл жаңағы студенттерді қабылдап, ең соңынан бізді қабылдады. Біз ол кезде неге сонша бізді күттіріп қойып, біздің ауылдың жаңағы ағайы болса, неге бізді ертерек қабылдап жүрмеді деген сияқты бір кішкене не болды. Сол кезде артынан бізге осындай салыстырмалы түрде осы мамандықты оқыған кезде осындай жыл оқисыздар, осы мамандықты оқыған кезде осындай жыл оқисыздар, жоғарғы білім алып шығасыздар, осындай деп бізге совет берген кісі тұғын. Сосын кейіннен мен жолдасыммен үйленіп тұрмыс құрып бастағаннан кейін ол кісі менің қайнағым болып шықты. Солай. Қарап отырсаң, күнделікті өмірдің өзі бір кино, Әрине. Жалпы бұл сіздің салаңыз, бұл бағытыңыз оңай тіршілік емес, ерекше балалармен күніге бірнешеуін кездестіресіз. Ол балаларға біраз энергия кетеді. Ата-аналарында да, ұстаздарында да, бірақ дегенмен нәтиже бар ғой деп ойлаймын, себебі бұл жалпы қалай мотивация аласыз жұмыстан, жаңа 8 сағат бойы 10 баланы қабылдаймын деген сияқты. Оның барлығына үлкен энергия керек. Әрине. Қай жерден шабыт аласыз негізі? Негізі ең жақсы шабыт алатын уақытым балаларда нәтиже көріп бастаған кезде балалардың бет әлпетінде, сұлбасында көз жанары нұрланып бастайды. Сол кезде мен үлкен шабыт аламын. Ата-аналарының әрине, ата-аналарды белгілі бір деңгейде өз отзывтарын, өз нәтижелерімен бөлісіп жатады. Ең бірінші нәтижені балалардың көзі нұрланып бастаған кезде үлкен қуаныш болады. Менің көкірегімді, жан дүниемді тебірентетін осы нәрсе. Балалардағы ең үлкен түсінік қалыптасқан кезде ол балалардың көздері жайнап бастайды. Әрине ата-аналарда үлкен нәтижелерді айтады. Төбеміз бір елі көкке жетпей қалған кездер болады. Ең бірінші ол ата-аналардың жақсы нәтижелері. Сонымен қатар жатсам, тұрсам, осы балаларға қалай көмектесе алам, ата-аналарға қалай мотивация бере алам, бұл баланы дамыту жолында ата-ана тоқтап қалмаса екен деген ойлармен үнемі ата-анаға поддержка беріп, ата-ананы психологиялық тұрғыда қолдап отыруға, түсінісіп отыруға үнемі көңіл бөліп отырамын. Әрине
ата-аналарға да оңай емес. Біз өзіміз, мен мамандарым айтамын, сіздердің алдарыңызға 1 және 2 сағатқа ғана келеді бала. Сіз ата-ананың состояниесін түсініңіз. Ең біріншіден ата-анаға тапсырма берген кезде, ата-ана орындай алмай жатқан кезде көмектесіңіздер. Барынша ата-анаға түсіндірме жұмыстарын көбірек жүргізіңіздер деп отырамын. Солай ең бірінші мен ата-аналардан аламын, және де балалардың көзі нұрланып бастаған кезде, балалардың түсінігі қалыптасып бастаған кезде ең жақсы шабыттанатын уақытым сол уақыт. Әрі қарай мен не істей аламын? Бұл жолда тоқтап қалған жоқпыз ба деген көп ізденіс мендегі. Осылай? Керемет, өте сауапты іс деп ойлаймын. Өзім жұмыс барысында көптеген осындай сіздер сияқты орталықтармен жұмыс жасадым. Барлығында көрдім. Көбінде осы негізін қалаушы өзінің қызығушылығы болса, ол ішке кіргенде сезіледі. Ғимараттың ішіне кіргенде ұстаздарынан, ата-аналардан болсын, балалардан негізін қалаушы ішінде жүрсе, сол сезіледі. Сіздердің орталыққа да барғанда сезгенім солай, өте әдемі атмосфера және энергетика сезіліп тұрады. Қалай айтсам екен, енді ол, мен ойлаймын, сіздің де сол жерге қарым-қатынасыңызға да байланысты шығар, бәрібір айна сияқты ғой, өз ісін адам сүйіп жасаса, соған солай зеркалит дейді ғой, солай берілетін сияқты. Ата-аналарыңыз да отырған кезде, енді мен ол күні айтпай барып қалдым ғой, мысалы жай әшейін қонақ ретінде жаңағы өзімнің келінімді көруге деген сияқты. Сол бәрібір сезіледі. Мамандарыңыздың да көзқарастары, балаға деген қарым-қатынасы маған ұнады өте. Орталықтарыңызға көп сәттілік тілеймін, жетістіктер көп болсын. Жалпы осы жұмыс барысында бір қызықты балалармен болған бір жағдайлар есіңізде ме? Біреуін айтып кетсеңіз, мысалға бір енді болады, баламен жасаған жұмыстың барлығы да қызық, бір ситуациялар. Қатты көңілімде, есімде қалған бала, ішке біздің орталыққа кіргеннен бастап көзін тас қылып жұмып алатын тұғын. Ешқандай игнор жасау ғой, былай айтқанда балалардың. Көргім келмейді сендерді. Бізге контактіге түскісі келмейді, көзін тас қылып жұмып алатын тұғын. Кейінен қазір енді ол бала өте жақсы қатарға қосылып, мектепке барып, неғып жатыр. Бірақ сол кездегі баланың ең алғашқы қылықтары, істеген әрбір қимыл қозғалысының барлығы орталықтың табалдырығын аттайын деп жатқан кезде екі көзін тас қылып жұмып алады, сол орында тұрады. Сол есіктің алдынан бастап өзіміз жаймен алып келетінбіз. Сол бейімдеу ғой, бұл балаларды бейімдеу. Қай жерден, сол есіктің алдынан бастап жаймен кабинетке дейін ол балаларды бейімдеп алып келетіндігіміз. Қазір шүкір Аллаға, ол балапанымыз биыл 1-ші сыныпқа барды. Өте зерек, алғыр оқушылардың қатарында, қазір қатарға қосылып, мектеп қабырғасында өз білімін әрі қарай шыңдап жатыр. Байқауымша, сіздердің орталықта мектеп қабырғасына да дайындайтын мектеп алды даярлық топтары бар сияқты. Мектеп алды даярлық топтары бар. 2 ауысымда оқытылады. Өзіміздің орталықтың дефектолог, логопед, осысында мамандардан жақсы нәтижемен шыққан балаларды тек өзіміздің орталықтың ғана балаларын іште оқытатынбыз. Түске дейінгісімен, түстен кейінгісімен 2 ауысым бойынша білім алады балалар. 2 мұғалім болады ол жақта. Бірі ассистент көмекші апай болса, екіншісі главный жетекші мамандары болады. Яғни балалар тақтаға жазу барысында, дәптерге жазу барысында қандай да бір қиыншылық болған кезде сол ассистент апайларымыз көмектеседі. Балалар оқу құралдарын қауіпсіз пайдалану мақсатында бір апай келесі баланың сабағын оқытып, немесе тақтаға жаздырып жатқан кезде келесі апай балалардың қасында сабақтарын үнемі бақылауда ұстайды. Түске дейінгі топта да 2 мұғалім жұмыс жасайды, түстен кейінгі топта да 2 мұғалім жұмыс жасайды. Бұл жерде основной 10-ға дейін ғана баланы қамтимыз. 8, 9, 10 балаларды ғана қамтимыз, түске дейінде, түстен кейінде. Яғни бұл жерде ең маңыздысы качество, сапаға жұмыс жасау керекпіз. Былтыр Аллаға шүкір 8 баланы мектеп қабырғасына шығардық. Керемет. Жақсы мектептерде осы қаламыздағы білім алып жатыр. Ата-аналары әлі күнге дейін жақсы өздерінің отзывтарын білдіреді. Нормотипичный балалардан жақсы оқиды.
минутқа оқу барысында. Жазу үлгерімі өте жақсы. Қай жақтан жаңағыдай балаларды дамыттыңыздар, қай жақта білім алды бұған дейін деп ата-аналар сұрап жатады екен апайлары. Математикасы болсын, жазу, оқу болсын, әлі күнге дейін бізге өз алғыстарын білдіріп отыратын ата-аналар бар. Шүкір, сондай сапалы жұмыс жасау нәтижесінде балаларды қоғамға бейімдеп қатарға қосу жолында аянбай еңбек етіп жатқан жайымыз бар. Енді тағы сол орталығыңыз туралы бір сұрақ қойып кетсем, ата-аналармен қандай жұмыстар жасайсыздар? Ата-аналармен негізі үнемі психологиялық қолдау мақсатында ішке сырттан арнайы психологтар шақыртам, семинар, тренингтер жасап отырамыз. Одан бөлек өзіміздің іштегі орталықтағы мамандар, әр маман, АФК мамандары, сенсорный интеграция мамандары, дефектолог мамандар, психолог, нейропсихолог мамандар жалпы қалай жұмыс жасайды, қандай жұмыстар жасаған кезде үй жағдайында нәтиже береді. Сол мақсатта аналар мектебін өтеміз, ата-аналар мектебін өтеміз. Солай психологиялық қолдау, жалпы балалардағы қалай дамыту жолында қандай жұмыстар жасалыну маңызды, солардың барлығын, түсіндірме жұмыстарын барлығын сенбі, жексенбі күндерге ұйымдастырып, мамандар өздерінің тиімді әрі нәтижелі жұмыстарын ата-аналарға үнемі ұсынып отырады. Солай қолдау жұмыстары міндетті түрде болады ата-аналарға. Солай жұмыс жасап жатырмыз. Керемет, өте керемет. Гүлбаршын ханым, жалпы балалардың мерекелері көп. Балалар үшін күнделікті қызықты нәрсе жасасаң мереке. Ал жалпы мерекелерде қалай іс-шараларды ұйымдастырасыздар? Жалпы мерекелерде әр мереке сайын біз ерекше қарсы алуға, ол баладағы қандай мерекені тойлап жатқандығымыз туралы баланың жүрегіне жеткізе алсақ деп үлкен дайындықпен мамандарымыз атсалысады. Яғни ол тәуелсіздік мерекесі болсын. Тәуелсіздік мерекесінде еліміздің құнды рәміздері туралы барлық ақпараттарды мамандар беріп отырады. Аналар күні, 8 наурыз халықаралық аналар күні болса, аналарына қалай құрмет, қошемет жасау керектігін, қалай қуанту керектігін, мерекелік іс-шараны барынша бала жүрегімен сезіне алатындай қып, есте қаларлықтай қып атап өтуге тырысамыз. Жалпы осы мерекелік іс-шараларда спонсорлар келеді ме? Мерекелік шараларда негізі алғашқы жылдары біз өзіміз, ол кезде бала саны аз болатын. Сол кездерде өзіміз барынша қуантуға тырысатынбыз, қаржыландыруға тырысатынбыз. Ал қазіргі таңда біздің орталығымыздың арнайы спонсор қайырымды жандар бар. Мерекелік шараларда бізге үнемі өз қолдауларын білдіріп отыратын, балалардың қуанышына ортақтасып, өздерінің ерекше бір сыйлықтарын ата-аналарға немесе балаларға арналған сыйлықтарды жіберіп отыратын құпия спонсорларымыз бар десек те болады. Демек, құпия спонсор боламын немесе құпия түрде қайырымдылық жасаймын десеңіздер, осындай орталықтарға балаларды қуантуға атсалыссаңыздар болады. Бізде себебі біздің оқырмандарымыздың ішінде кәсіпкер ханымдар бар деген сияқты, ол кісілер де осындай бағытта көп жұмыс жасайды. Сол сияқты кісілерге идея болсын, қайырымдылыққа бір бағытқа, бұл да бір жаңа бір нәрсе болсын деп сіздерге бір ұсынысым. Гүлбаршын ханым, тағы бір сұрағым бар. Жалпы отбасыңызбен жаңа бөпем 40-нан шыға салып жұмысқа шықтым деп жатсыз ғой. 2-3 сағаттан басталып 8 сағаттыққа ауысты. Ол оңай нәрсе емес, отбасыға да әсер етеді. Қалай алып жүресіз екі жақты? Алғашқы жылдары, жаңа айттым ғой, әжеме 40 күндік баламды тастап, ерте жұмысқа шығып кеткен болатын. Ковидтан кейінгі жылдар менде кішкене бірінші бөпемде 2020 жылы босандым. Қазіргі таңда 2 қыз, 1 ұлдың анасымын, 3 баланың анасымын. 2020 жылы үлкен қызымды босанып, декретте 1 жыл отырам. Ол сол 1 жылдық декрет маған кішкене қиындыққа соққан сияқты. Одан кейін 2022 жылы екінші бөпемді босанған кезде мен толыққанды өзімді психологиялық тұрғыда дайындадым десем болады.
бөпемді қырқынан шығара салып әжеме тастап солай жұмысқа шығып кеткен болатынмын. Қызымның 1 жасқа келген уақытын аңғармай қалдым десем де болады. 1 жасқа дейін менің қызымның дым естелігі жоқ деп айтсам да болады. Өйткені барлық мүмкіндікті, барлық жағдайды мен үшін әжем жасап қойды. Қызымның 1 жасын тойлаған кезде менде кішкене аналық чувствовением ойнап, өзімді кінәлау сезімдері осындай басым болғандығын. Қазіргі таңда шүкір, енді екі жақты да отбасылық балаға да көңіл бөлуді, отбасылық жағдайымды да және де орталықтың жұмысында баланста ұстауды енді үйреніп келе жатырмын деп айтсам болады. Бірінші алғашқы жылдары бар фокусымды жұмысқа ғана қойдым да. Тек жұмыс, тек период азында тұрам, кешке келем, азында тұрам, кешке келем, тек ізденетінім оқу, қай жақтан білімді жетілдірсем болады деп. Солай білімме қарай, солай өзімнің дамуыма қарай көп көңіл бөліп кеттім. Қазіргі таңда үлкен қызым 6 жасқа толады. Дворец школьниковта оқушылар сарайында мектеп алды даярлық тобында білім алып жатыр. Екінші қызым менімен сөйлеу орталығымен бірге қатар иық тіресіп дамып келе жатқан, менің 2022 жылғы Медина қызыммен бірге дамып келе жатқан, бұл менімен сөйлеу орталығым. Екінші қызым садикте, жоғарғы топта. Үшінші бөпем, 10 айлық бөпем. Үйде қазір 10 айлық бөпем бар. 10 айлық бөпемді үйде тәтелері қарап жатыр. Сол 2-3 баланы баланста ұстауға тырысамын. Орталықтың жұмысында и балаларымызды да. Жолдасыңыз? Жолдасым негізі екеуміз бір саладамыз. АФК инструкторы, орталығымыздың АФК инструкторының негізгі жетекшісі. Барлық балаларға шкаланы, барлық балаларға планды беріп отыратын. Ол жолдасым, негізгі мамандығы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, мектепте жұмыс жасайды. Негізі ол кісі де, мен де мектепте жұмыс жасаймыз. Мен 2022 жылдан бері әлі декреттік демалыстамын. Ол кісі әлі мектепте жұмыс жасайды. Мектеппен бірге, өзінің жұмысымен бірге орталықтың жұмысын қатар алып жүрген маман. Екеуіңіздің де негізгі мамандықтарыңыздан алыстамай, дәл сонымен айналысып жатсыздар. Екеуміздің де мамандығымыз, біз жолдан қосылып, курстар немесе қандай да бір қызығушылықпен бизнес қуалап келген жандар емеспіз. Біздің жүрегіміздің түпкірінде осы педагогика саласы, оның ішінде осы ерекше балалармен жұмыс жасау саласы бізді Алла тағала жүрегімізге сол нәрсені құйып қойған екен. Екеуміз де осы саладамыз. Азанғы сағат 8-9-дан бастап жұмыстамыз. Кешкі 6-ға дейін осы жұмыста боламыз. Орталықтың жұмысы үздіксіз бақылауымызда. Солай бірге дамып жатырмыз қазіргі таңда. Керемет, өте үйлесімді жұп деп ойлаймын енді сіздерді бар жағынан да. Жалпы орталығыңыздағы мамандарды дамытуға қандай жұмыстар жасайсыздар, немесе қалай дамытасыздар? Командаларыңызбен бірге жұмыс жасауда қаншама адам жұмыс жасайды? Сіздер 35 дедіңіз ба? 35 маман жұмыс жасайды. Қазіргі таңда ол мамандардың әрқайсының білімдеріне аса қатты көңіл бөлемін. Яғни жан жақта ол кісілер өздері де менің талап ететінімді түсініп, қазіргі таңда міндетті түрде оқулар, обучениелерді ізденіспен, апай жаңадан осындай методика, жаңадан осындай обучениелер болғалы жатыр екен деп үнемі жан жақтан білімін жетілдіріп отырады. Елдерде, шет елдерде біздің орталықтың мамандары, өзіміз, Айтөре Ерланұлы менің жолдасым, Малайзиядан, мен Бакуден, мамандарымыз осы Алматы, Астана қаласында, Чимкент қаласында жалпы жиі ұйымдастырылады обучениелер. Сол жақта үнемі білімдерін жетілдіріп отырады. Және де сол жақтан алған білімдерін орталықтың мамандарымен бірге бөліседі. Мен мамандарды бір ғана жаңағы маманды жібермеймін оқуға, обучениелерге. Бірнеше маманды жіберемін. 5-6-7 маманды жіберемін. Яғни ол мамандардың әрқайсының қабылдауы әртүрлі. Ол кісілер келіп, ортаға салып, орталықта талқылайды, сол жақта үйренген, түсінген нәрселерін. Ал кейбір мамандар басқаша түсінеді. Ал кейбір мамандар жақсы қабылдайды деген сияқты. Солай барлығы обсуждать етіп, бұл жерде талқыланып, дұрысын бұрысын талқылайтын болады. Солай орталыққа
мамандардың барлығы алған білімдерін ортаға салады. Яғни барып келген мамандар мен барып келмеген мамандар бөлініп оқиды. Алғашқы алтауы, одан кейін алтауы деген сияқты солай бөлініп оқиды. Сосын бірге оқу арқылы да бекіткен де оңайырақ қой, иә? Иә, әркімнің түсінуі, қабылдау әртүрлі. Сол себепті сіз бірінші жеке сұрап аламын. Сіз қалай түсіндіңіз? Қалай болды оқу? Сіздің көңіліңізден шықты ма? Сіз жаңа информация ала алдыңыз ба? Жаңа ақпарат, инсайт алдыңыз ба деп бірінші өзіңнен сұраймын. Сосын ортаға салған кезде барлығын мен міндетті түрде бақылауымда ұстап отырамын. Сосын түзейтін жерлер болса, түсінбеген жерлер болса, мен ол мамандардың білімін әрі қарай толықтыруға көмектесіп, жәрдемдесіп жүремін. Солай білімімізді үнемі шыңдап отырамыз. Керемет. Ал жалпы осы ұжымда напряжениені дейді ғой. Енді болады ол, барлық жұмыста болады, шаршау болады. Сол напряжениені қалай түсіресіздер? Тимбилдингте ма, әлде бір ойындар ма, әлде бірге бір киноға бару деген сияқты бір әдістеріңіз бар ма? Иә, міндетті түрде тимбилдинг болады орталығымызда. Одан бөлек мамандарды, жақсы жұмыс жасап жатқан мамандарды мотивация болу мақсатында Ташкентке, Алматыға, шет елдер болмаса да, Ташкент, Шымкент, Таусамалы деген сияқты Алматыға жолдама беріп отырамыз. Әр маманға солай жолдама беріп отырамыз. Ал қыздар жағына көбінесе демалыс орны, шаршағандарын, барлық энергияларын тазарту мақсатында спаға билет беріледі орталықтың атынан. Ал ер балаларға Айтөре Ерланұлы өзі арнайы демалыс ұйымдастырып, футбол ұл балаларға немесе суға түсу. Біздің орталығымызда қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан ағайлардың АФК инструкторларының барлығы, ағайларымыздың көбісі бойдақ. Сол үшін ол кісі Айтөре Ерланұлы былай айтады: бұл ағайлар әлден жаңағыдай отбасыға деген немесе балаларға деген бір кішкене де болсын негативный ойлар болмау керек. Шаршағандарын үнемі шығарып отыру керек. Сол себепті физически өздерін жаңағыдай спортқа, әрі қарай футболға немесе суға түсу арқылы өздерінің барлық бойындағы шаршау, негативный энергияларын шығару мақсатында солай өздер ұлдар жағы бөлек демалыс ұйымдастырамыз, қыздар жағы бөлек ұйымдастырамыз. Кей жағдайларда орталықта барлығымыз іс-шаралар өткіземіз. Былтыр 22 наурызда үлкен қып наурыз мерекесін атап өткен болатынбыз. Біздің орталықтың мамандары негізі 8 қырлы бір сырлы деп айтсам болады. Олардың ең үлкен мотивациялары біз осындай мерекелік шараларда, балалардың мерекелік іс-шараларын өткізіп болғаннан кейін мамандар арасында сайыс, жаңағыдай керемет іс-шара ұйымдастырамыз. Яғни ол жерде арнайы бірінші орынға берілетін сыйақылар, ақшалай сыйақылар тігетін боламыз. Үнемі бірінші орынға, екінші орынға, үшінші орынға немесе бас жүлдеге деген сияқты команданы 3-ке немесе 2-ге бөліп сондай жарыстар ұйымдастырамыз. Сол кезде балалар, мамандардың барлық өнері, тұншығып жатқан өнерлер деп айтамыз. Сол тұншығып жатқан өнерлері бір мезетте төгіле бастайды. Сол ата-аналарға негізі айтқым келеді, сіздерді 8 қырлы бір сырлы мамандар сіздердің балаларыңызды тәрбиелеу жолында, бейімдеу жолында еңбек етіп жатыр. Ал сол мамандар сіздердің балаларыңызды өздері сияқты 8 қырлы бір сырлы ғып шығармасына, шығаратына сөзсіз жаңағыдай, қалай айтсам болады, сөзсіз сенімдімін. Алла қаласа барлық балаларыңыз керемет нәтиже көрсетіп, күшті жоғарғы жетістіктерге, жоғарғы шыңдардың бағындыратындай балалар болып өседі деген ниеттемін. Мен де сондай сенімдемін сіздерге. Келгеніңізге өте қуаныштымын. Рахмет көп-көп. Бүгінгі сұхбат маған қатты ұнады, сізбен сұхбаттасу. Жалпы осы сұхбат барысында бір әдемі бір сұрақ қойғым келіп тұр. Осымен қорытындылап жіберейік. Осындай ата-аналарға, осындай ерекше балалардың ата-аналарына, сол балалармен жұмыс жасайтын ұстаздарға, өздеріңіз сияқты қандай мотивация беретіндей бір кеңес берер едіңіз? Қазіргі таңда ата-аналарға ең бірінші мотивация мамандардан бұрын ата-аналарға
қолдау керек сияқты. Ата-аналарға айтатыным, балаңызды дамыту жолында ешқашан аянып қалмаңыз. Балаңыздағы уақыт ешқашан кері қайтарылып келмейді. Балаңыздың алтын уақытын жоғалтпаңыз дегім келеді. Сол себепті үнемі орталыққа келетін ата-аналарға психологиялық қолдау қазіргі таңда барынша қоғамнан қолдау керек сияқты. Қоғамдық жерлерде тұрпайы қарап, немесе жаңағыдай өз дөрекіліктерін танытып жатады. Сол себепті ата-аналарға айтамын, ондай ол нәрселердің барлығы уақытша. Сіздерге бұл балаларыңыздың уақыты қайтып келмейді. Қоғам сіздің балаңызды қабылдамасаңыз да, сіз ана жүрегіңізбен қабылдауға, өз балаңызды қабылдауға міндеттісіз дегім келеді. Солай әр ата-ана өз баласын жүрегімен қабылдаса деймін. Қабылдағаннан кейін прогресс көбірек болады деп айтады. Нәтиже, прогресс өте жоғары болады. Ол ата-анаға міндетті түрде байланысты. Ананың состояниесін бала копировка жасайды ғой. Сол үшін ананың состояниесі. Анасы бір уақыт кейде құлазып болады. Маған да ата-аналар айтып келеді. Мен поликлиникаға барған кезде, қоғамдық жерге барған кезде, балам осындай мінез құлық көрсеткен кезде маған осылай дөрекілік танытты. Немесе қоғамдық жаңағыдай көліктерде, автобустарда такси мені алмай кетті дейді. Қазіргі таңда осы өзекті мәселелердің бірі, ол балаларды ата-аналар көбінесе таксимен таситын болғандықтан таксилер түсіріп кетеді. Балаңды жылатпасай, жұбатсай дейді. Ал бұл балалардағы мінез құлықтық бұзылыс. Ол өзінің баладағы тревожностьін солай жеткізіп жатыр. Ал өзге адамдарға ол жылау немесе басқа да бір тәрбиесіздіктің көрінісі болып көрінуі мүмкін. Бірақ бала өзінің қуанған немесе эмоциясын солай білдіріп жатыр ол жерде. Солай айтқым келеді. Бастысы сынбаңыздар, балаларыңызды түзету жолында, дамыту жолында аянбай еңбек етіңіздер дегім келеді. Керемет, рахмет, көп. Сіздерге де рахмет. Бүгін Қыздарша подкастта болғаныма өте қуаныштымын. Жазира ханым, сізге ерекше алғысымды білдіремін. Рахмет. Сау болыңыздар.